Салам достар, сендермен бірге видео артында отырған бұлға дейін менің видеома қош келдіңдер. Бүгін біз өзіміздің сүйікті Dodge Demon көлігіне жол деген рубрикамыздың екінші бөлімін түсіретін боламыз. Достар, видео басталмай жатып айтып кететінім, Black Rush ойынын білу серверінде ойнаймын. Black Rush ойынын жазып алды, мен ойнайтын серверге қосыл. Менің нигім Алмас Гарапов. Ендеше кеттік, тамақ пен шайыңды алды, жайғасып отыр, мен бастаймын. Достар, видео көп шықпай кетті. Негізінде мен 2-3 күн бұрын видео түсіріп монтаждап шығарайын деп жатқанда сәтсіздік болып удалить етіп алдым. Соның кесірінен жынданып, желание үшін видео түсірмедім. Ал енді бүгін рубрикаға жоспар. Кладтан ақша тауып, казиноға барып көтерілу. Сонымен қатар достар, мен удалить етіп алған видео топовый болған еді. Ол жақта мен ақша тауып, және де казинодан 100 000 рубль ұтқан едім, 100 000. Бірақ өкінішке орай ол видео алдарында болмайды. Мен әлі де жынданумен отырмын, себебі ол видеоды өте қызықты болған. Егер де мен сол видеоны удалить етілмей алмағанда, мынандай нашар видео болмас еді. Жақсы жарайды. Ал қазір кладта жұмыс істеп 3 300 000 жинап казиноға барам. Ол жақта сәттілік болуы екіталай. Достым, сен қай көлікке ақша жинап жатырсың, және де бағасы қанша тұрады, комментке жазып кет. Потом достар, скоро стримдер болады, бірақ сөз бере алмаймын. Жоспарда 500 подписчикке стрим болуы тиіс, бірақ Wi-Fi мүмкіндік бермеуде. Сонымен қатар скоро конкурстар болады. Демон алған соң жаймендеп конкурстар бастаймын. Құр отырмай лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Сол кезде менің видеомды бірінші болып көресің, және де комментарий бөліміне өзіне ұнайтын жұмысты, маған ұсынатын жұмысты жазып кет. Күтемін. Достар, мен әнемеді дегенше 3 311 389 рубльді жинап, казиноға да келдім. Енді бұл казинода мен ақшаны көтеріп алам ба, или сәтсіздік бола ма, соны алда көретін боламыз. Алғашқы стол. Сәтсіздік бола ма, сәттілік бола ма, алда көреміз. Мен 11 000, яғни 3 311 000 ақшамның 4 000 рублін тіктім, және де күтеміз, не болатын алда көреміз. Асықпай алғашқы комымыз басталды. Мен төбеде сол жақ бетте отырмын, және де екі ағадаймыз. Менде пока штоға жақсы карталар ма білмеймін әзірге. Бұл жерде мен қатты ойнауды білмеймін. Екінші рет па келіп тұрғаным, біріншісінде мен видео удалить етіп алғам, оны да түсіргенмін. Ол жақ өте керемет болған деп айтып үлгермейінше, мына жерде мен уже ұтылып қалдым. Жақсы. Бірінші столды аяқтап, екінші столға келдім. Мен жаңағыдей сол жақ беттің төбесінде отырмын. Менде пока штоға 5 және де 7 деген карталар болып дегенмен. Ортада 9 креш. Мен бірақ мына жақта түсінбеймін, бірақ менде очком 12, мыналарды 19, 13, 20 деген үлкен сандар. Менің кезегім келді, және де мен взят басамын. Опа! Менде Black Jack. Бұл победаға деген, 30-қа деген сенімділік. Мен мына жерде ұтып кетуіме мүмкін, бірақ мына жерде карта ашылғанда ұтылып та қалу мүмкін. Себебі бұл жерде везушілікқа, сәттілікке қарайды. Бірақ менде Black Jack бұл сенімділікті арттырады. Әзірге менде Black Jack және де карта айттым. Бұл жерде Black Jackпен де ұтылып қаласың. Келесі 3-ші столға отырдым. Мен мына жерде мына рубль тіктім, себебі қазір мен қаншама ақшаға беріліп кетсем, онда ақшамнан бүкілмен арып қалам. Сендер олай берілмеңдер. Казиноға келіңдер ме, тек бір мақсатпен келіңдер де, және де көп ақша құртпаумен келіңдер. Мен секілді минимализм, яғни минималды түрде ақша тігіңдер. Ал мына жерде бізде ойын кетіп жатыр, менің хотым. Мен қазір орнымда жүремін, секундтар өтіп жатыр, мен жүріп қойғанмын қазір. Қазір 1000 рубль ұтсам, яғни 1000 рубльден тіктім, мен соны ұтсам, примерно 2000 рубль ма, сондай ғана ұтамын.
хотя бы соның өзі мен үшін нормально. Өйстіп мен көтеріліп алсам нормально. Бірақ мен әлі 2 столда да ұтып көрмедім. Алда көреміз. Опа. Ұттым. Енді қанша береді екен қазір тексереміз. Білгем 2000 рубль. Короче, достар, мен бүкіл ақшамды сливать етіп алдым. Бүкіл ақшам дегенде примерно 20 мыңға жуық бір клаттың ақшасын сливать етіп алдым. Жарайды, түк етпейді, мен бір клаттан ақ көтеріп аламын. Бірақ осы казинода мен сәттілікке жете алмадым. Бұл видеоны қызықсыз қылдырып жіберген шығармын. Білмеймін. Мен алдында удалить етіп алған видеомда 100 плюс болған. Сол видеомды мен шығара алмай өкініп отырмын. Бірақ та енді мен сендердің қолдауларыңды әлі де болсын күтемін. Әлі де болсын актив бар деп ойлаймын. Енді сендермен бірге болған бұл мен блоги. Амандықта жүздескенше сау болыңдар. Давайте.